Баршаңызға сәлем. Бүгін не тамақ жасаймын деп ойланып отырған болсаңыз, штрундер немесе еріншек манты деп аталатын тамақты жасасаңыз болады. Бізге 500 грамм жылқы еті керек. Кубиктап турап аламыз. 2 дана пиязымызды да кубиктап тураймыз. Сәбізімізді де кубиктап турап аламыз. Менде редкалар кішірек көлемде болғандықтан 3 данасын турадым. 4-5 картопты да кубиктап турайсыздар. Қазанымызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Етіміз қызарғанша қуырып аламыз. Үстінен пиязымызды салып, пиязымызды әбден өлтіріп аламыз. Үстіне сәбізімізді қосамыз. 1 қасық томатымызды салып, жақсылап араластырамыз. Чесногымызды саламыз. Тұзымызды, бұрышымызды, приправамызды салып араластырып аламыз. Үстіне редкамызды салып, шамал су құямыз. Суымыз қайнағаннан кейін картопымызды салып аламыз. Баяу отқа қойып қоямыз. Жылы суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды салып, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Қамырымызды орташа көлемде илеп аламыз. 15 минутқа тұндырып қоямыз қамырымызды. Қамырымызды жайып, майдың бәрін ортасына құйып, майды шет-шетіне жағамыз. Видеода көрсетілгендей шет-шетін үстіп қайырып, жағып шықсаңыздар, май бір көлемде жағылады. Мантының көлеміндегіндей етіп кесіп шығасыздар. Қамырларымызды майда-майда етіп кесіп шығамыз. Қамырымыз майланғандықтан бір-бірінің үстіне жабыспайды. Қамырларымызды бір-бірінің үстіне қойып жинап шығамыз. Жаңағы подливымыздың бетіне қамырымызды салып шығамыз. Тамағымыз 45 минут көлемінде піседі. Қамырымызды подливтың бетімен қасықпен туралап жібереміз. Тамағымыз пісті. Қамырын шет-шетіне қоямыз. Ортасын ашып аламыз. Ортасына подливын саламыз. Дәмі керемет болды, жасап көріңіздер. Подливын ірі ғып турасаңыздар да болады. Мен сочный болу үшін шамал сорпасынан да құйдым. Ас болсын.